Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге кинозүй. Бүгін сіздермен «Кошмарный учитель» Южный Кореялық қысқаша дорамаға қысқаша шолу жасаймыз. Фильм басында Додохи есімді жоғары сыныптың оқушы қызы айнаға қарап ертең барлығы жақсы болады деп өзіне айтады. Бірақ та бұл қыздың қорқынышты түсі болып шығады. Қыз Юсан орта мектебінде оқиды және де бұл мектептің өздерінің арнайы сайты бар. Ол жерде оқушылар өздерінің әр күнгі фотоларын жібереді және де мектепте болып жатырған заттарды талқылайды. Осыдан кейін екі қыз мектеп мұғалімінің баспалдақтан төменге құлап кеткенін сайттан оқиды. Осыдан соң Элла есімді жігіт және де мектептің модель қызы Си есімді қыздың кездесіп жүргендерін айтады. Жазбаны шығарғандар олардың кім екендерін құпия түрде ұстайды. Бірақ та комментариydегілер олардың кім екенін бірден түсініп қояды. Эл дегеніміз Ли Чун Сок жоғары сыныптың оқушысы, ал Си дегеніміз Чхон Йона болады. Қыз жаңадан келген бірінші курстың оқушысы болса да мектепке әдемілігімен атағы жайылған еді. Және де қызға жоғары сыныптың қыздары қатты қызығатын еді. Ли Чун Соктың кездесіп жүрген Додохи есімді қызы бар еді. Осы себепті мектептің барлығы дүрлік еді. Осыдан кейін қыз өзінің екі құрбысымен кездеседі және де құрбылары Ли Чун Сок пен Юнаның жағдайы туралы әңгімелеседі және де Юнаны сенен әдемі емес деп айтады. Осыдан кейін қыз өзінің құрбыларына қолдау білдірген үшін рахмет айтады. Бірақ та қыз әлі де алаңдаулы секілді. Қыздар әңгімелесіп отырған кезде олардың қасына ер адам келіп тақтадағы плакатты ауыстырады. Додохи мен Ли Чун Соктың фотосының орнына Юна мен Ли Чун Соктың фотосын қояды. Додохи қыздардың көзінше өзін біртүрлі сезінеді. Бірақ та қыздар суретте олардың үйлеспей тұрғандарын айтады және де Юнаны әлі де ұсқынсыз дейді. Осыдан кейін қыз тұрып кетіп қалады. Содан кейін құрбылары Юна мен Ли Чун Соктың бір-біріне жарасатынын айтады. Осыдан кейін Додохи айнаға келіп өзінің түрін дұрыстап тұрады және де соңғы уақытта оның терісінде проблемалар бар еді. Осыдан кейін өзін ұсқынсыз санап сенімсіз бола бастайды. Қыз айнаға қарап тұрған кезде қыздардың бір жаққа жүгіріп бара жатырғанын көреді. Осыдан кейін Додохи қыздардың мектептегі ең атақты жігіт Ли Чун Сокқа кетіп бара жатырғанын көреді. Бірақ та жігіт Додохиға қарап тұрады. Олардың арасында алдыңғы аптада келіспеушілік болған еді. Бірақ та қыз жігітке барынша мән бермеуге тырысады. Осыдан кейін олар тағы да шатырда кездеседі. Жігіт қызға араларындағы махаббатты бірнеше күнге тоқтатуын өтінеді. Себебі олардың арасында көптеген жанжалдар болған еді. Бірақ та қыз бұған келіспейді. Қыз жігітке бірнеше күн мән бермесем, ол өзінің қателігін түсініп, қайтадан өзіме оралады деп ойлайды. Осыдан кейін қыз сен Юнамен кездесіп жүрсің бе деп шын мәнінде сұрайды. Бірақ та Ли Чун Сок бұның барлығы өтірік деп жоққа шығарады. Осыдан кейін қыз Юнамен ара қатынасыңды көрсем, екеуміздің арамызда барлығы бітеді деп айтып кетеді. Кейін сабақ үстінде екі оқушы мектепке соңғы уақытта келмеген оқушылар туралы айтып отырады. Себебі мектептегі парталардың көбінде оқушылар мүлде жоқ еді. Осыдан кейін Додохи шатырдан келе жатырып өздерінің мектебіне жаңадан келген мұғалімді кездестіреді. Бірақ та ол оған мән бермей кетеді. Қыз сыныбына барады, ал мұғалім болса Додохиге мән беріп қарайды. Осыдан кейін қыз тағы да әжетханаға келіп өзінің түрін дұрыстамақ болады. Соңғы уақытта өзі туралы қауесеттерді естіп жынданады және де Ли Чун Сокқа Додохиді мүлде тең емес дейді, ал Юнаны болса оның теңі деп айтады. Осыдан кейін қыз тағы да түрін дұрыстайды. Осыдан соң өзіне қарап, сен өзіңнің кім екеніңді ұмытпа, сен мектептегі ең әдемі қызсың дейді. Осы кезде қыздың телефонына хабарлама келеді. Белгісіз біреу оған сілтеме жіберген екен. Әдемілікке қатысы бар және де ол программаның аты «Идеальная красота». Қыз телефондағы сілтеме арқылы кіріп, приложениені өзіне жүктеп алады және де сол жерден суретке түседі. Кейін өзінің фотосын фотошоп жасап, ернін үлкейтіп, терісін өте әдемі етіп, көзін бақырайтады. Осыдан кейін түріне макияж жасайды және де түрінің дәл осындай болғанын қалайды. Осыдан кейін өзінің фотосына эффектілерді қосады және қыз өзінің дәл осылай түрінің өзгеріп кеткенін білмей қалады. Қыз өзінің фотосын сақтағаннан кейін далаға шығып кетеді және де шыққан кезде айнаға қарап таң қалады. Жарты сағат бұрын түрі өзгеше болған еді, енді түрі өте әдемі болып кеткен және де сыныпқа келгеннен кейін айнаға қарап өзінің түріне тамсанып отырады. Және де бұл шын өмірде болып жатыр ма деп өз-өзіне сұрақ қояды. Осы кезде оның қасындағы қыздар қызға келіп, ерніндегі помадының түсі қандай деп сұрайды. Бірақ та қыз өзінің ешқандай талапты пайдаланбайтынын айтады.
бұны көрген басқа да қыздар қыздың әдемілігіне тамсанады және де оны суретке түсіріп алады және де мектептің сайтына жүктейді. Барлығы оған қызығады, ал кейбіреулері макияж арқылы десе, ал кейбіреулері фотоны дұрыстаған дейді. Ал бірақ та мектепте Дудухиді көрген адамдар шын мәнінде оның әдемі екенін айтып, Ли Чун-соктың тек қана онымен тең екенін айтады, ал Юнаны оған тең емес деп айтады. Қызға Ли Чун-сок келіп, қайтадан кездесуін өтінеді, бірақ та қыз өзінің қайтадан атағын өзіне қалпына келтіріп алғаннан кейін оған Юнаға бар деп айтады және де кетпек болады. Осы сәтте жігіт өзінің Юнаға қылмыңдағанын айтады, бірақ та шынымен де сені жақсы көремін деп мойындайды. Бірақ та қыз оған сенбей кетуін өтінеді. Жігіт оны жібергісі келмегесін, ақыр соңында қыздың алдына тізерлеп, өзімен қайтадан кездесуін өтінеді. Оқушылардың барлығы дүрліге бастайды және де оларға қарап тұрады. Қыз не істерін білмей, жігітті көтеріп, оны кешіретінін айтады. Осы сәтте қызға хабарлама келеді. Өзгерістің уақыты өтіп кетті дейді. Осы сәтте біз приложениеде қыздың тек қана бірнеше уақыттарға ғана созылатын түрін таңдағанын түсінеміз. Осыдан кейін қыз барлығынан кешірім сұрап әжетханаға қарай қашып кетеді. Және де қыздың келбетінде өзгертілген өзгерістің барлығы жойылатынын айтады. Осыдан кейін қыз не істерін білмей әлгі нөмірге жазып, толық нұсқасын қайдан сатып алсам болады деп ойлайды. Себебі қыз бұрынғы орнын қайтарып, өзіне барлығы қызыққанын қайтадан қалайды. Сондықтан өзінің бұрынғы түріне қайтқысы келмейтінін де түсінеді. Осыдан соң оған әлгі нөмірден хабарлама келеді және де мектептегі бір бөлмеге шақырады. Толық нұсқаны сол жерден сатып ала аласың дейді. Дудухи көп ойланбастан әлгі сыныпқа келеді және де мектептеріне жаңадан келген Охи-чол есімді мұғалімді көреді. Қыз оны таңертеңгісін мектептен көрген еді және де мұғалім Дудухидан саған приложение ұнады ма? Барлығы саған көңіл аударуда қалай екен дейді. Қыз оған жауап бермейді. Сосын мұғалімнен бұл приложение туралы қайдан білесіз дейді және де хабарламаны осы кісі жібергенін бірден түсінеді. Мұғалім бұл приложениенің кімнің шығарғанын білмеймін, бірақ та толық нұсқасын алу үшін қағазға қол қоюың керек дейді. Қыз одан не істеймін деп сұрайды. Мұғалім қызға қағазды көрсетеді және де осы сәтте қыздың қолынан қан ағып кетеді және де ол әлгі қағазға түсіп әріпке айналады. Дудухидің есімі қағазда жазылады. Мұғалім болса олардың арасында келісімшарттың пайда болғанын айтады. Осы сәтте қыз өзінің қандай қағазға қол қойғанын түсінбейді. Осы сәттен кейін ол көңілді күйде кетеді. Бірақ та қыз Шәкеңмен бірге келісімшарт жасаған еді. Бұл дораманың әлі де көптеген сериялары бар. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер.